Ертеге бір Шығайбай деген адам өмір сүріпті. Ол сондай сараң болыпты. Ешкімге ештеңе бермейтін, үйіңе қонақ түсірмейтін, қолындағысында қызғанатын адам екен. Жоқ жітік түгілі өз туыстарынан да бәрін тығып ұстайтын көрінеді. Бір күні аты шыққан Алдар көсе осы Шығайбайдың сарандығын әшкерелеу үшін жолға шығады. Күндердің күнінде ол байдың үйіне жетіп келеді. Байдың ауласында ешқандай тіршілік белгісі жоқ, тыныштық орнаған. Алдар есікті қағып: «Ассаламағалейкум, байеке, қонақпыз, үйге кіргізесіз бе?» дейді. Шығайбай үнсіз, есікті әрең ашып, жай ғана бас изейді. Үй іші қараңғы, тамақтың иісі де шықпайды. Алдар төрге шығып отырады. Бай үнсіз отырып қалады. Алдар бір сәт ойланып: «Естуімше, сіздің байлығыңыз жер жарат дейді, бірақ дам татып көрдік қой», дейді. Бай қабағын түйіп бұрылып кетеді. Кешке томан Алдар: «Қарным ашты, жол жүріп келем, ас ауқат бар ма?» дейді. Бай: «Ас жоқ, өзіңмен ала келмедің бе?» деп жауап береді. Сонда Алдар: «Жарайды, менімен бірге бір сықырлық қазан келген, сол қазанға не салсаң да мол етіп қайтарады», дейді. Сараң байдың көзі жайнап кетеді. Алдар дорбасынан бір ескі шайнекті алып отқа қояды. Бай қызығып қарап отырады. Алдар біраздан кейін: «Қазаның дайын болды, енді ішіндегі асты ала бер», дейді. Шығайбай ас үйге жүгіріп барып, шайнектің ішіне үніліп қарайды. Ішінде ет те, бауырсақ та, тәтті тамақтар да бар екен. Қуанып Бай: «Мынау шын сықырлы қазан ба?» дейді. Алдар: «Я, бірақ ол тек қонаққа құрмет көрсеткен үйде ғана ас береді», дейді. Сол күннен бастап Бай үйіне келетін адамға ас ұсынып қонақжай бола бастайды. Бірақ кейін шайнек ас бермей қал қояды. Ашуланған Бай: «Неге бұлай болды?» деп Алдарға жүгінеді. Сонда Алдар күліп: «Сен адамдарды құрметтей бастасан, шын байлық соның өзіңдей болады. Сықыр деген адамның ниеті мен пейілі», дейді. Сөйтіп Сараң Бай сабағын алып, халыққа көмектесе бастайды. Ал Алдар көсе тағы да бір әділетті іс атқарып, еліне оралады. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.